Сәлеметсіз ме, көрермен? Бүгін мен сіздерге Жанболат пен Жазира туралы қысқаша мәлімдеме айтқым келеді. Қазақстандық белгілі жұлдызды жұп Жанболат пен Жазира төртеу түгел бағдарламасында дағдарыс кезінде бастан өткендерін баяндады. Бізде де бір дағдарыс болды. Ондай жағдай әр отбасында болады. Жанболат маған бір нәрсе айтып еді, мен қылт етіп күйзеліске түсіп кеттім. Ешқандай айқай-шорыс болған жоқ. Сонда менің жан дүнием Жазира өзгермесең ажырас деп сөйледі. Ал санам бәрі дұрыс қой, не болды сонша деп шүкір даусымен арпалысқа түсті. Менің алдымда екі таңдау тұрды: не ажырасамын, не өзгеремін. Жанболатқа келіп, мен өзгеремін. Мұнда сен ешқандай кінәң жоқ. Сен менің алдымда не айтсаң да соны істеп, сенің рұқсатыңсыз ешқайда шықпай, өзімді тек жұмысқа арналған әйел сияқты ұстаппын деді. Біздің жұмыстан қолымыз босай сала отбасымызға, туған-туыстарымызға қарай жазамыз. Мен қалдырмаймын. Әлеуметтік желіде әдемі болып көрінгенмен, мен жұмыста жүремін, деді Жазира Байырбекова. Егер сізге бүгінгі ақпараттарымыз ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, біз қуанатын едік.